Қайырлы күн достар. Бүгін менің каналымда осындай өте керемет тамақтың рецептіменен бөлісетін боламын. Жай ғана онменен етіңіз болса болды, осындай ерекше тағам жасауға болады. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бізге қажетті заттарымыз ол жылы сүт болу керек және де суымыз жылы болу керек. Оған 1 шай қасықта тұзымызды салып және де 10 немесе 8 граммдай дрожжымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, ұнымызды електен өткізіп салатын боламыз. Жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымызды әуелі қасықпенен осылай араластырып алсаңыздар болады. Кейіннен ұнымызды үстінен сала отырып, өзімізге қажетті массамызды жасап алғанша қамырымызды илеп алатын боламыз. Және де сұйық май құямыз. Осы кезде құйсаңыздар да болады, немесе сұйық массаларымызға, жаңағы суымызға да құйып араластырып жіберіп, қамырымызды илеп алсаңыздар болады. Өте жұмсақ, әдемі қамыр дайын болады. Неге қамырымыз дайын, осындай жұмсақ болады. Енді қамырымызды ашығанша бетін жауып қалдыратын боламыз. Сол аралықта қуырмамызды дайындаймыз. Бізге осындай таза ет қажет болады. Оны ұзыншалап турап аламыз. Келесі бізде болгар бұрышы, менде 2 түрлісі, жасыл және қызыл түріне қолдансаңыздар, көрінісі де әдемі болатын болады. Оларды да және сәбізімізді барлығын ұзыншалап турайтын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Видеомның астындағы подписаться батырмасын басып, және де қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Менің каналымда өздеріңізге қажет барлық рецепттерді таба алатын боласыздар. Неке барлық затымызды турап болды, пиязымызды және сарымсақты турадық, майдалап. Енді ыдысымызға майымызды құйып, барлығын шетінен жайлап қуыратын боламыз. Еттің суы шығады, сол үшін етімізді біраз қуырып аламыз. Енді пиязымызды салып, жақсылап араластырып, екеуін біраз қуырып аламыз, пиязымыз қызарғанша. Неке енді сарымсағымызды салсақ та болады. Оны салып, жақсылап араластырып, біраз қуырып аламыз. Сонда етімізге өте ерекше дәм беретін болады. Одан соң сәбізімізді және болгар бұрышымызды салып, бірге қуырып аламыз. Енді 1 шай қасық тұзымызды және де 1 шай қасық томат пастасын саламыз. Және де 2 ас қасықта соя соусын қосып қуырып аламыз. Содан соң су құятын боламыз. Сол кезде етіміз таза әдемі жұмсақ болып пісіп шығатын болады.
Мінекей осы арада қамырымыз да ашып дайын болып қалды. Өте жұмсақ, сондай әдемі қамыр дайын болады. Ұнымызды сеуіп отырып, қамырымызды дәл осы қалпында дөңгелек күйінде жайып аламыз. Қамырымызды осындай көлемде жайып алдық. Осындай жұқалау болса болады, өйткені қазір піскен кезде өзі ашыған қамыр көтерілетін болады. Мінекей осылай кез келген затпенен немесе менде осылай пияламенен бөліп алдым. Осылай үстінен бастап кесіп аласыздар. Оның үстіне сұйық майымызды жағып, пирожки тәріздес етіп бір бетінен қайырып қоямыз. Дәл видеодағыдай жасайсыздар. Мінекей қамырымыз піскен кезде ішіне жабыспайтын болады. Осы кезде манты қасығыңызға су қойып қойыңыздар, қайнап тұрсын, өйткені осылай мантылар кете пісіретін, буда пісіретін боламыз. Мінекей барлығын жайғастырып болдық, араларына май жағылған, пісіп шықты. Мінекей өте керемет, көрінісі де өте тойымды тағамдардың түрі екен. Түскі немесе кешкі асқа дайындап берсеңіздер, отбасыларыңызға барлығына ұнайтынына сенімдімін. Қазіргі таңда интернетте хит болып жатқан тағамдардың түрі. Өзгеше тағамменен өз отбасыларыңызды таңғалдырыңыздар дегім келеді. Мінекей бұл қамырымызды осылай ортасынан ашылады. Оның ішіне етімізді салып жей беруге болады. Дәмі өте керемет. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Сіздермен бірге болған Күлзей асханасы. Келесі видеоларымда кездескенше сау болыңыздар, және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.